Сәлеметсіздер ме достар? Менің есімім Ардақ. Мен математика мамандығында оқимын. Сіздермен математикада жиі кездесетін және де өте қызықты тақырып, кейде бізді шатастыратын бөлшектер туралы айтатын боламын. Бөлшектер дегеніміз не және де бөлшектерге қандай амалдар қолданамыз деген сұрақтарды және де бүгінгі сабақта қарастыратын боламыз. Бөлшектер дегеніміз не? Ол бізге берілген белгілі бір бүтіннің, яғни мысалы бір дөңгелекті алайық, тең жартыға бөлейік, иә? Енді осы дөңгелекті бір жағын бояйтын болсақ, қараңыздар. Енді бізде екі бөлшектің біреуі ғана, яғни боянып тұр. Яғни бізде сонда екі бөлшектің, яғни бірі ғана. Сонда бір бөлінген екі болады. Бөлшектің өте қызықты жеріне келетін болсақ, 3 бөлінген 5 деп алайық. Яғни бізде мына жердегі 3 дегеніміз, бұл бізде алымы. Ал бізде 5 дегеніміз бұл бөлімі болады. Сонда мына жердегі 3 бөлінген 5, бұл жерде 3 5-ке бөлініп тұрған жоқ. Яғни бізде ескеретін достар, бұл жерде 3-тің 5-ке қатынасы туралы айтып жатыр. Енді біз достар бөлшектің түрлеріне келетін болсақ, бөлшектің түрлері бізде 3-ке бөлінеді. Яғни дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек және де аралас сан. Дұрыс бөлшек дегеніміз бізде 2-ден 5 деп аламыз. Яғни бізде бөлімі үлкен болады, соны ескереміз. Ал екіншісі бізде бұрыс бөлшек. Ол, яғни бұрыс бөлшек дегеніміз осы дұрыс бөлшекке қарама қайшы. Сонда, мысалы, 5 бөлінген 2 деп алайық. Яғни осы бізде бұрыс бөлшек, ал мынау дұрыс бөлшек. Ал енді біз аралас санға көшетін болсақ, енді біз дұрыс бөлшек және де бұрыс бөлшектер туралы айтып кеттік. Енді біз аралас сан туралы айтамыз. 1/3. Енді біз осы аралас санды жай санға, яғни жай бөлшекке айналдыра аламыз. Яғни оны айналдыру үшін не істейміз? Біз мына бөлімдегі санды 3-ті 1-ге көбейтеміз. Енді осы екеуін көбейткен соң, яғни 3-ті 1-ге көбейтетін болсақ, бізде 3 шығады. Енді 3-ті біз не істейміз? Алымдағы санға қоса саламыз. Сонда бізде неше шығып тұр? 3-ті 1-ге көбейтетін болсақ 3, ал 2-ге қосатын болсақ 5. Ал бөлімі сол күйінде қала береді. Сонда жауабымыз 5 бөлінген 3 шығады екен. Енді біз бөлшектерді қысқарту туралы айтып кететін боламыз. Мысалы, 4 бөлінген 8 деп алайық. Яғни мысалы бізде 4 бөлінген 8 бірдей санға бөлінеді. Қарайтын болсаңыздар, екеуі де 2-ке бөлінеді. 4-ті 2-ке бөлетін болсақ, бізде 2, 8-ді 2-ке бөлетін болсақ, бізде 4. Енді қараңыздар, бұл тағы да 2-ке бөлінеді. Сонда 1 бөлінген 2 шығады екен. Енді басқа жүйеге ауысайық. 6 бөлінген 9 деп көрейік. Яғни бұлар да 3-ке бөлінеді, қысқарады. Сонда бізде үсті 2, асты 3-ке тең болады екен. Енді біз бөлшектердің амалдары туралы айтатын боламыз. Яғни қосу азайтудан бастайық. Бірінші, 1 бөлінген 4-ті қосайық. 1 бөлінген 4-ке. Сонда бізде ең бірінші ескеретін жағдай, бізде бөлімдері бірдей болуы тиіс. Бізде екеуінде де бөлімдері 4 болып тұр. Енді бөлімдеріне тиіспейміз, тек алымдарына қарайық. Енді 1-ді 1-ге қосатын болсақ 2, ал бөлімі сол күйінде қалады. Сонда екеуі де 2-ге қысқарады. Сонда жауабымыз 1 бөлінген 2 болады. Енді біз алуға келетін болсақ, 3 бөлінген 5 деп қарайтын болсақ, азайтамыз. 1 бөлінген 5 деп алайық. Тең. Яғни бұл жерде де бізде бөлімдері бірдей, 5-ке тең. Ал алымдарын азайтатын болсақ, 3-тен 1-ді азайтатын болсақ, бізде 2, ал бөлімі сол күйінде қалады. Сонда жауабымыз 2 бөлінген 5 шығады екен. Енді біз қосу, азайту амалдарын жасап көрдік. Енді көбейту және де бөлу амалдарын қарастырып көрейік. Енді енді бізде 2 бөлінген 3
көбейтілген 3 бөлінген 4 деп алайық. Енді бізде қарайтын болсақ, мына жердегі бірінші алымы және де екінші сандағы бөлшектегі бөліммен бірдей санға қысқарады, қарайтын болсаңыздар. Сонда екеуі де 2-ге қысқарады. Мына жерде 1 шығады. Сонда жауабымыз 3 бөлінген 6. Яғни бұл 2-ден 1 болып есептеледі. Енді біз көбейту амалын жасап көрдік. Енді бөлім амалына көшейік. Енді қараңыздар. 2 бөлінген 3 деп алайық. Бөлінген 4 бөлінген 5 деп алайық. Мысалы, мына жерде қалай есептейміз? Бірінші біз көбейтуге айналдырып аламыз. Көбейтуге айналдыратын болсақ, бірінші сандар, яғни бөлшек, ол өз орнында тұрады. 2 бөлінген 3. Сонда көбейту. Екінші бөлшек екеуінің орнына ауысады. Яғни бізде 5 бөлінген 4 болады екен. Сонда мына жердегі 2 мен 4 қысқарады. Сонда мына жерде 1, ал 4 2-ге қысқаратын болса, бұл 2-ге тең болады. Сонда 1-де 5-ке көбейтетін болсақ 5, ал 3-те 2-ке көбейтетін болсақ 6. Сонда жауабымыз 5-тен 6 шығады екен. Енді достар, сіздермен қосу, азайту және де бөлу, көбейту амалдарын жасап көрдік. Енді біз мысалдарға көшейік. Белгілі бір тортты алайық. 1 бүтін. Оны енді 8 бөлікке бөліп қарастырайық. 4 бөлікке бөлдік. 6 бөлік. Енді 8 бөлік. Яғни бізде 8 бөлік бар. Яғни 8 бөліктің 3 бөлігін бізде не істеді? Бала осы бөліктерді жеп кеткен болатын. Сонда бала неше бөлікті жеп кетті? Сонда 8-ден 3 бөлігін жеп кетті. Қорытындылай келсем, біз сабақта не үйрендік? Біз сіздермен бүгін бөлшек бөліктің бір бөлігі, сонымен қатар бөлшек алым мен бөлімнен тұрады. Бөлшектер дұрыс, бұрыс және де аралас болып бөлінеді. Бөлшектерді біз қысқартып, қосып, азайтып, бөліп, көбейттік. Бұл математикада ғана маңызды емес, бұл өмірде өте маңызды. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, және де каналға жазылыңыз. Ал келесі сабақтарда сіздермен бірге осы бөлшектер туралы күрделі есептер шығарамыз.